FIT яғни Flow Indication Transmitter туралы бүгін айтатын боламыз. Бұл сыртында блок прибор дейді, яғни EX взаимозащищенный қорғауға арналған әртүрлі сыртқы әсерлерден, және де бұл қысым өлшейтін датчик. Бұл ішін жылытуға арналған обогрев арналған, және де бұл low және де H жоғарғы және төменгі қысым, 12 мм тюбинг теплоспутниктің кабелімен, және де термостатка технический фенмен қыздырылады. Және де бұл жер манифульт деп аталады. Манифульт бұл лоудың, бұл H-тың, және де бұл байпастың, бұл сливтің крандары. Слив бұл жерде 12 мм трубамен астынан келіп, астына осылай қойылған. Және де кофра арқылы теплоспутниктің кабелі далаға шығарылған. Бұл GVVAX 220 питаниясымен. Бұл футляр сырттан әртүрлі шаң тозаң кірмеу үшін арналған. Технический фенмен үйтеді. Оны арнайы 12 мм труба сыртында изоляциясымен, және де крещи кабелімен бірге. Және де бұл жерде механик блок вальв деп айтады, яғни вентильдер. Бұл жерде H және low деп екіге бөлінеді. Жоғарғы және төменгі қысымды өлшейді, трансмиттерге жіберетін жер.